асабалдарыңыз келіп жатқанда шәуілдірдің деген комиссия ұқсамай бір қол соғып қойыңыздар, тойға келгенде өкпасы яқтан кейін. Бәрекелді, рахмет. Бісміллә сіз қылма дейді қазақ. Той думанға ел қашық, далам қашық. Келдім ғой содан кейін қадам басып. Ежелгі бабалардың салтыменен алайын шағайын амандасып. Алла деп азан айтам баралапқа. Ұлы өдім берік болған аманатқа. Көмейімнен жыр төгіп мен де бүгін асып-тасып қайтайын қанағатқа. Біржан менен Абайдың ізі қалған, қазақтың ұл-қыздары саламатқа. Амандасып алайын баршаңызбен, жал біткендей болмасын жаманатқа. Ассалаумағалейкум сәлем бердім бүгінгі, тойға келген жамағатқа деп баршаңызға қазақшалап. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қуаныш құтты болсын. Біз енді мынау бүгінгі керемет тойымызды кітабымыздың бірінші бетін ашқандай қылып, кіріспесіне кірісетін болсақ, тойымыздың тақырыбын тілімізге тиек ететін болсақ, бүгінне баршаларыңыз бірлікті бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай, шаңырағы аталы, дастарханы баталы, қонағын төрге қойған, қанатын кеңге жайған, қуатты күйлі, оңтүстік өңіріне сыйлы болған, аталары абызға, аналары аңызға айналған, жаны сұруынан тараған, Мұсайыптардың әулетіндегі, Егендей атамыздың әулетіндегі, яғни Полатқандай ағамызбенен, Гүлайымдай апамыздың отының басындағы, ошағының қасындағы керемет қуанышқа, бесік тойымызға қош келдіңіздер, құрметті ағайындар. Жалпенді осы алышқа келгеннен соң әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой енді. Сол секілді мына бір қазағымыздың келі домбырасымен бір ән орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Мынау айтады ғой, қос ішектің бірін тартта, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Нағыз әйел емес, нағыз әйел кобра деген екен бір ағамыз. Сол секілді қазағымыздың келі домбырасымен қабыл алыңыздар. Тойға шашы болсын, құрметті ағайын. Қуаныш құтты болсын, Ибрахимдай ұлдарыңыздың бау берік болсын, Құдай қаласа болса, қазағымызды әлемге танытқан Абай атасы сияқты бір керемет дана ұлдардың ұрпақтың бірі болсын дегіміз келеді, саналы болсын. Ал қабыл алыңыздар. Ал халқым жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың? Қауышпағалы көп болдай сағынып қалдау жанымшын. Сендер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан әл күшім. Ұлыңды ақын еткізген өздерің берген алғысың. Сендер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан әл күшім. Ұлыңды ақын еткізген өздерің берген алғысың. Тойыңа арнап әдеу жырымды алып келіп ем. Тыңдаушымды қандырар жыр маржанын теріп ем. Құтты болсын бүгінгі бақыт қонған тойыңыз. Ақ ниетпен арналсын арманды тілеп ойыңыз. Ауылдас бауыр ағайын, көңілдің кілтін табайын. Жырыма сусап отырсаң толған байнегей қалайын. Құлақтан кіріп бойдашар адамның ішкі сарайын. Байыпты сөздің бағы жат барымды айтып қалайын. Құлақтан кіріп бойдашар адамның ішкі сарайын. Байыпты сөздің бағы жат барымды айтып қалайын. Құтты болсын тойларың, қошемет қайда ағайын. Ал енді рахмет, құрметті ағайын, бар салып жатырмыз, енді кем кетіп болса өздеріңіз сүй жатарсыздар. Ал енді құрметті әлеумет, енді мынау кішкене
сабыр сақтаңыздар, біз әрмен қарай тамаша тілектерімізді бастасақ, жалғасақ деп жатырмыз. Баяғыда осы Айдана сияқты бір келініміз айтқан екен, есіз қағыр ұл тойын деп жатыр ек, улап шулап қыз қып жіберіңдер деген екен ағайын. Сол секілді болмасын. Жалпы енді мынау сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді дейді қазақ. Керемет қуанышқа келгеннен соң бір-біріміздің қадір қасиетімізді біліп, осындай тойларда жадырап, жарқырап күліп отырсақ нұр үстіне нұр болатын шығар деп қабылдаймыз, құрметті ағайын. Енді мынау құрметті әлеумет, осы болып жатқан керемет тойымыз осындағы баршамызға бірдей ортақ той деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Неге десеңіздер, мынау қыз ортақ, ұл ортақ, күн ортақ, ай ортақ болып жатқан той ортақ ағайын. Той халықтың қазынасы дейді қазақ. Той халықтың қазынасы дейтін болсақ, біз сол қазынаға қол салуға емес, жақсылықтан жар салуға, әуелетіп әсем ән салуға келген қонақтарымызды кереметтей тілектерімізбенен тойымыздың төрінен қарсы алуға қызметке келіп жатырмыз, құрметті жақсылар. Өлген келсе асқа келеді, жас келсе іске келеді дейді қазақ. Баяғыда бір жас бала айтқан екен, ауылда атам басқарады, атамды үйге келген соң апам басқарады деп. Бүгін міне рұқсат берсеңіздер, осы керемет Мұсайыптар әулетінде болып жатқан бесік тойды біз басқарып жатқан жайымыз бар. Жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты. Қоңыр костюмнің ішіндегі бет жылтырап тұрған сарбала кім демеңіздер ағайын. Мыңның затын білгенше бірдің есімін, атын біл дейді қазақ. Олай болса, таныстырып кетер болсам өзімді, ал ағайын, тыңда менің сөзімді. Елмен бірге несібен, шыққан ұлман сырлы созақтың төсінен, ауылымның шаңын жұтып, тілеу бергеннің баласы боп өсібем, ал мен бүгін бүкіл қазақ халқына ортағұл боп той төрінде көсілем. Еліммен бірге мақтанам, болмасам да көп қаян. Тойшыл қазақтың тойшыл тамадасымын, бұдан артық бақыт бар ма деп қоям. 300-дің руласы, Созақ ауданының тумасы, Алла берген имаш баттаса болдарыңыз мен болам. Мағамда бір қол соғып қойсаңыздар, біз бейшарада нәтті қоғамыз. Бәрекелді, рахмет. Енді айып етпеңіздер, кеше бір дәл осындай тойға барып, ағайын маған шапалақ ұрыңдар. Құда менен құдайға шапалақ ұрыңдардан полатқан сәп бір көкім айтып еді, айналайын балдар. Тамадан жақсылап шапалағын беріп үйіне қайтарыңдар істеп еді ағайын. Сол секілді болмасын, шапалақтан шаң шықпай, бір-бірімізге деген құрметіміз шығар деп жатырмыз ағайындар. Сіздердің ұрған қошеметтеріңіз біздерге, жастарға берген баталарыңыз деп қабылдап жатырмыз әрқашанда. Осындай қуаныштарыңыз, тойларыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын. Тек қана жақсы күндерде қауышып, табысып жүре беруді Алла баршамызға нәсіп қыла берсін дейміз. Елімізде болып жатқан мынау келеңсіз жағдайлар әрине қазақ елін айналып өтіп, қазағымыздың әрбір шаңырағына тек қана осындай Алла тағалам қуанышпенен жақсылық сыйлап, әр шаңыраққа осындай Ибрахимдей ұлдарды сыйлай берсін, нәсіп қыла берсін деген ниет айтамыз ағайындар. Ал енді мынау құрметті әлеумет, енді мынау жақсы жерге жаман адам келмейді, жақсы тілек жүрегімді тербейді дейді. Осындағы баршаларыңыз алақандай жүректеріңіз болса, сол алақандай жүрекке алатаудай қылып тілек сыйғызып келіп отқандарыңыз мәлім бізге. Ендеше сол тілекті біз бастайтын боламыз. Енді мынау мен кішкене тілекті топтап берем, бірақ артымнан шәуілдірский вариантпен боқтап кетпеңіздер. Енді мынау жалпы баршамыз тілек айтуымыз керек. Соған мынау кішкене уақыт жағынан да үнемдеп Пайғамбарымыздың хадистерінде айтылған екен, ысыраптың ең үлкен уақыт деген екен ағайын. Сол себептен де алтындай уақытты ысырап жасамай, бүгінгі тойымызға бөлінген уақытты үнемді пайдаланып, барлық рәсімдерге бірдей үлгерсек, жасасақ деген ниетіміз бар ағайындар. Құдағиларға, құдашаларға көк шай. Ендеше мынау аты тоны сай кісі, жиын тойда табысар, ұлы қызы бар кісі құда болып қауышар дейді, құрметті ағайын. Осы бірер жыл бұрын құда болып қауышып, құдағи болып табысып, әні бір, сәні бір, жанның серігі, көңілдің көрігі болып келіп отырған осындағы жол үлкен құдағиларымыз, құдашаларымыз, нағашылар отыр. Осы кісілерден бір әдемі тілекті бастасақ. Әлбетте әрқашанда жол үлкен, елдің, жұрттың бір нағашы жұрт деп жатамыз ғой, құрметті ағайын. Алмасын сағынсаң ағашына бар, анаңды сағынсаң нағашына бар дейді қазақ. Нағашыңды құрметте, ақсы үшін анаңның, жан-жарыңды құрметте, бақыт үшін балаңның деген бүгін мынау жиендерін құрметтеп келіп отырған осындағы нағашымыздың ең үлкені Базаргүл апамыз шығар, құдағи.